Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Смет Сағыныш, және бізде бүгін YouTube каналда жаңа видео 120+ алудың оңай жолы. Көп оқушылар оңай жолды іздейді, себебі бастарын қатырғысы келмейді, өздерін қинағысы келмейді. Сондай оқушыларға бүгінгі видео арналады десем де болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, себебі бұл алдағы видеолардың шығуына мені мотивировать етеді. Жалпы бүгінгі тақырыпты бастамастан бұрын сіздерге кішігірім кеңес айтқым келіп тұр, кішігірім мотивация бергім келіп тұр. Сен үшін ешкім тест тапсырып бермейді. Көп оқушылар как будто өзінің орнына біреу тест тапсырып беретіндей ұзаққа созып, дайындықты бастамай кейінге шегеріп жүреді. Бірақ осы шындықты өздеріңе, білмеймін, телефонға обложкаға қойып қоясыңдар ма, немесе ноутбуктың бетіне обложкаға қойып қоясыңдар ма, сен үшін ешкім тест тапсырып бермейді. Бұл өмірде әркім өз-өзіне жауапты деген сөзді ұмытпаңыздар. Өмірде бұдан да қиын ситуациялар болады, сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеуге жеңіл қараңыздар. Өйткені жеңіл қарасаңыздар, жеңіл дайындаласыздар, денсаулықтарыңызды да құртпай солай ұбт-дан аман-есен бұйырса өтіп кетесіздер. Күшті адам бұл демалғысы келгенде демалатын адам емес. Күшті адам тоқтағысы келгенде жалғастыратын адам. Осыны біліңіздер, достар. Сенің гранттағы бәсекелесің басқа оқушы емес, сыныптасың емес, білмеймін, туысыңның баласы емес. Сенің бәсекелесің бұл өзіңнің оқымайтын нұсқаң. Осы өзіңнің оқымайтын нұсқаңды жеңетін болсаң, онда сен ұбт-ны да жеңесің деп айталамын. 120+ балл сенің деңгейің, бірақ сен оны сөзбен емес, әрекетпен дәлелдеуің керек, я? Шынымен жоғары балл алуым керек, грантқа түсуім керек деген қиялың дәптерде жазылған болуы мүмкін, миыңда жүрген болуы мүмкін, бірақ әрекет етпейтін болсаң, ол жазылған затта, армандаған арманың да, түскің келген мамандықта ол жай қиял болып қалады. Сөз тегін, әрекет ол қымбат. Қашанда әрекет қымбат. Өмір әрекетті көтеретіндерге ғана есік ашады. Бос сөйлейтіндерге өмір ешқашан жаңа есіктерді ашпайды. Тек әрекет ететіндерге ғана ашады. Сондықтан бос сөйлей бермей, мен осынша балл алғым келеді, бүйткім келеді, анда түскім келеді, мында түскім келеді деп тезірек әрекетке көшуді жөн көрсеңіздер деймін. Сенің ішіңде жанып тұрған кішкентай от бар, және ол от күн сайын үлкейеді. Қандай жағдайда? Сен әрекет етіп алға жылжыған жағдайда. Қазір өзің үшін шешім қабылдасаң болады, мен өзіме қарсы шықпаймын деп, я? Мен өзіме сатқын болмаймын, мен өзімнің армандарымды сатпаймын, мен өзімнің мақсаттарымды сатпаймын. Мен алған мақсатымды аяғына дейін жеткіземін. Дайындығымды бастадым ба, бір аптадан кейін тастап кетпей, аяғына дейін жеткіземін деп өз-өзіңе сөз беріп, өзің шешім қабылдауың керек. Ми осыны қабылдаса, балың өсе бастайды, прогрессия жасай бастайсың. Ал енді осы 120+ алудың оңай жолы бұл практиканы дұрыс жасау, өйткені көп оқушы есеп пәндер тапсырады. Менің аудиториям биохим таңдайтындар химиядан қадала береді. Биологиядан нормальный балл жинайды да, химиядан көбінесе жаңағыдай 30-ға жете алмай қалып жатады, 35-ке жете алмай қалып жатады. Сондай орташа балдың өзін алуға қиналады. Енді бұның негізгі себебі практика жасай алмауда. Мен қазір сіздерге осы сабақта практиканы қалай дұрыс жасау керектігін үйретемін. Есепке бірден кіруге болмайды. Мысалға, есеп шығаратын уақытыңның алдына кішкене миыңа дайындық керек. Себебі ми дайын емес кезде есептен жүрегің айниды, басың істемей тұрады, стресс аласың. 2 минут алдын ала дайындалып алсаң, я? Мысалға, формулаларды бір қарап шығатын болсаң, химиядан бір теориялық тақырыпты оқып шығатын болсаң, алдын ала мысалға жеңіл бір есептерді шығарып бастасаң, бірден қиынына кіріспей, ми кішкене дайындалады. Сосын барып қиын есепке кіріскен кезде ол дұрыстап ойлана алады. Яғни есеп шығарардың алдында, практиканың алдында миға кішігірім прогрев керек. Бір типті есепті 7 рет қайталау керек. Мысалға, стихиметрия ма, стихиметриядан масса ма, массадан 7 түрлі есеп шығару керек. Көлем ба, көлемнен 7 түрлі есеп шығару керек. Моль ма, мольдан 7 түрлі есеп шығару керек. Сен солай стихиметрияны әрқайсынан мыңдаған, жүздеген есеп шығарып бекітпейтін болсаң, сен ертінді тақырыбын түсінбейсің, қоспа тақырыбын түсінбейсің. Тіпті түсінген жағдайда да шығарылу жолын қайта-қайта ұмытып қала бересің. Одан да бір өткен тақырыбыңды, бір есебіңді бекітіп, сосын барып екіншісіне көш. 7 рет қайталау, я? Сен көбіне бір есепті шешіп, сосын басқа типтегі есепке секіресің. Ертінді есебін шешесің, сосын қоспаны шешесің, сосын ойлуым шығара алмайым деп бір уайымдайсың, одан кейін параллель жүретін реакцияларды тағы бір көресің, сөйтіп миыңда каша болады. Сол үшін ми формуланы бекітпейді, реакцияны жаттамайды, нәтижесінде стресс алады. Дұрыс әдіс бұл бір типті есепті таңдау керек, мысалға ертінді, немесе стихиметрия, немесе газ заңдары. Соның бірдей 7 нұсқасын шешу керек. Сандар
амалдар әртүрлі, бірақ шығарылу жолы бірдей жеті нұсқаны шешу керек. Сонда автоматым тағы да сонда есеп келетін болса, сен уже келесі жолы ойланбай шеше салатын боласың. Сондықтан автомат болған кезде, то есть сен есепті автоматым шығаратын кезде қорқыныш жоғалады. Сен химиядан қорықпай ұбт-ға уверенно кіретін боласың. Фокус бұл энергияға тең. Энергия жоқ жерде нәтиже жоқ. Яғни, егер де сен сабақ оқып отырған кезде, ұбт-ға дайындық кезінде басқа нәрсені ойлап отыратын болсаң, сериалыңды ойлап отыратын болсаң, дорамамның екінші сериясын қашан көрем деп ойлап отыратын болсаң, үйдегі басқа проблемаларыңды ойлап отыратын болсаң, онда сенің энергияң кетеді. Энергияң сабақ оқуға емес, сол басқа проблемаларыңды ойлануға кетеді. Ал энергия жоқ жерде нәтиже жоқ. Сондықтан ұйқы мен тамақтың оқу сапасына әсер ететін мен сіздерге бұған дейін де айтып келе жатырмын. Одан бөлек оқу кезінде басқа проблемаларды ойламау керек. Себебі сенің энергияң соларды ойлауға кетіп қалады. Сол себепті достар, ұйқым тыныш болсын десеңіздер, ұбт-ға дайындығым сапалы жүйелі болсын десеңіздер, бір жылға барлық өздеріңіздің болмайтын проблемаларыңызды немесе ауқымды проблемаңыз болса да шегеріп, шешімін кейінге қалдырсаңыздар деймін. Өйткені энергияны алады оның барлығы. Сосын ең жоғары оқу деңгейін бізде флоу деп атайды. Осы флоу туралы тоқталып айтқым келіп тұр. Бұл оқып жатқаныңды сезбей оқып кету жағдай. Азарт, андай бір более ағылшынша сөзбен емес, енді кәдімгі күнделікті қолданатын сөзбен айтатын болсақ, флоу бұл азарт. Яғни азарт саған тек екі жағдайда ғана келеді. Егер тапсырма қызықты болатын болса, немесе өте қиын болмаса. Сол себепті достар, всегда тапсырманы шешкен кезде, тақырыпты өткен кезде, оқыған кезде оңайынан бастайсыңдар да қиынға ақырын жылжисыңдар. Сонда сендер тақырыптың қызығына кіресіңдер, и сендерде азарт басылады. Яғни ең жоғарғы оқу деңгейі, флоу деңгейінде боласыңдар. Фокусқа ең қауіпті нәрсе бұл жиі ауысу. Уведомлениялар келеді, сен оның алаңдайсың, қарайсың, оқисың, WhatsApp-қа кіресің. Сол себепті уведомлениялардың барлығы настройкадан өшіріп таста, немесе телефонды тек таймер ретінде пайдалану үшін тек уақытты көрсетіп қойып қойсаң болады. Сосын әлеуметтік желіні белгілі бір уақытта ғана қарау керек. Осы емтиханға, ұбт-ға дайындық кезінде, мысалға кешкі уақытта, жатардың алдында, немесе білмеймін, түскі уақытта деген сияқты. Жөнсіз егер телефонға алаңдай беретін болсаңыздар, әлеуметтік желілерге тоже сіздердің фокустарыңыз бозылады. Оқушылардың барлығы жақсы оқи алады, достар. Бірақ оны күнде қайталай алмайды. Кейбір оқушылар бір күн жақсы оқи алады, кейбір оқушылар бір апта жақсы оқи алады, кейбір оқушылар бір ай жақсы оқи алады. Ал нәтижеге жететін ол бір жыл бойы жақсы оқитын оқушы. Тұрақты ритмі бар оқушылар аз. Сол себепті 120+ балл алатын оқушылар да аз. ұбт-да жеңіп шығатын адамдар, жалпы өмірдегі кез келген қиындықты жеңіп шығатын адамдар, бұл тұрақты адамдар. Осыны өздеріңізге білмеймін, заметке жазып алыңыздар. Көп оқушының білімі жаман емес, бірақ аяғына дейін жеткізуге характер керек, мінез керек. Қиын сәттен қашсаң, шаршасаң, тоқтап қалатын болсаң, демек сенің мінезің жоқ. Характерді қосып, білмеймін, ашуланып оқу керек, мақсатқа ұмтылып оқу керек, күнде энергиямен оқу керек. Дискомфортты, стрессті көтере алмасаң, онда ұбт сен үшін емес. Ал егер ұбт-дан жақсы дайындалып шығамын, грантқа түсемін, мықты универде оқимын десең, онда дискомфортты, стрессті көтеру керек. 120+ алатындар кімдер? Олар қиындық келгенде тоқтамайтын оқушылар, олар тоқтақсы келгенде жалғастыратын оқушылар, өз-өзіне жауапкершілік алатын оқушылар яғни. Көп оқушының ойы, мұғалім дұрыс дайындамады, уақытым аз, мотивациям жоқ, сабақ қиын, үйде жағдай жоқ, кішкентайлар сабақ оқуға кедергі келтіреді. Бұның барлығы сыртқы факторларға өзіңнің жауапкершілігіңді ысырып тастау. Сыртқа берген адам ешқашан нәтижені іште ұстамайды. Достар, сол себепті кінәні сырттан емес, өздеріңізден іздеп көріңіздер. Сонда өздеріңізбен жұмыс басталады. 120+ алатындар былай ойлайды. Нәтиже ол тек менің қолымда. Жасайтын мен, жасамайтын да мен. Ешкім сырттағы ата-ана, мұғалім, сыныптас ешкім әсер ете алмайды. Себебі оқып жатқан болсаң, нәтиже шығарып жатқан болсаң, ол сен. Оқымай жатқан болсаң, нәтиже шығармай жатқан болсаң, ол да сен.
Сенің алдыңда екі өмір тұр дәл қазіргі таңда. Бүгінгі өмірің және алдағы өмірің. Бүгінгі өмірің ол өткен таңдауыңның нәтижесі, ал алдағы өмірің бүгінгі әрекетіңнің нәтижесі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгін мен сіздерге мотивация беріп, сонымен қатар нақты бір техникаларды да ұсына алдым деп ойлаймын. Себебі практиканы дұрыс жасау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Және осы тұста егер де ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындықты биосметке тапсырғыларыңыз келсе, менімен бірге дайындалғыларыңыз келсе, және биосмет курсында оқығыларыңыз келсе, презентацияда көрсетілген байланыс номері арқылы WhatsApp-қа жазып, сіздер жаңа ағымға тіркеле аласыздар және курс туралы толық ақпарат біле аласыздар. Осымен келесі кездескенше аман сау болыңыздар.